Біздің кейбір ағайынымыз не дейді? Мен таң намаз оқып жүре берейінші, қалғанына қолым тимейді. Шынын айтайын. Ниетім түзу. Жүрегім таза. Біз қазақтың күшті сөзі ғой, жүрегім таза. Мен бір ағама за болып кеткен ғой, имам. Айта берген ғой, жүрегім таза деп. Сонда айтты, айналайын, сен біз сонда жүрегі қап-қара деп ойлайсың ба деп. Осында жүргеннің бәрін. Қараңыз. Оған қараш, ешкім мен мұсылманмын емеспін деп айтпайды. Мен мұсылманмын деп айтады. Көпшілігі. Бірақ амал келген кезде намаз оқы деген уақытта тайқып шыға береді. Оны кейін көрейік те бір реті келгенде. Пенсияға жетіп алғанда көрейік енді 60-тан асайық, Құдай қаласа. Жақындап қалдық. Сен 60-қа келгенде басың дұрыс істемейді. Нәпсің бәрі өліп қалған, ешкімге қызығатын да ешкім жоқ. Саған да ешкім қызықпайды. Тауар ретінде. Сен бұл уақытта кімге керексің? Шынын айтқанда. Шынын айтқан кезде. Бұлай қашуға болмайды. Шариғат, сол үшін біздің ғалымдар айтады. Дейді, шариғат кескен бармақтың орны ауырмау керек дейді. Не үшін кесіп жатыр? Шариғат кесіп жатыр. Оның орны не қылмау керек? Ауырмау керек. Себебі не үшін болып жатыр? Әділдік үшін болып жатқан нәрсе. Сондықтан жаныңа батса да, жаныңа батады. Мысалы, сен дүниені өліп-тіріліп табасың, соны имам келіп айтады, бұл дүние мүліктің зекетін беру керек деп айтады. Солай ма? Солай. Қазір біздің заманда бұлай сөйлейтіндер шығып жүр. Біз ата-бабамыздан бері бай болғанбыз деп. Өтірік айтып былай кішкене құрастырып айтсай, Совет өкіметіне бай деген болған жоқ қой. Өтірікті айтқан кезде де былай ретін келтіріп айтсай, Совет өкіметінде ешкім не болған жоқ? Бай болған жоқ қой. Өтірікті айтудың да несі бар? Дұрыс, харам ғой, бірақ ақылға сиятындай етіп не болу керек? Келістіру керек қой. Өтірік айтып отқан күннің өзінде, мен ата-бабамыз біз баяғыдан бұрыннан бай болғанбыз. Ешкім бұл сөзге не қылмайды? Сенбе, себебі ешкімге келмейді. Қисынға келмейді. Негізінде шариғатқа жүргісі келмеген адамның сылтауы көп болады. Несі көп болады? Сылтауы өте көп болады. Біздің бір ұстаз ағамыз айтқан екен. Кілең спортсмендерді алып келген ғой. Кілең спортсмен деді. Олимпийский чемпион бір нәрсе, неше түрлі деді. Соны таныстырып жатыр дейді. Мына ініңіз осындай чемпион, мира бір нәрседен, мынау олимпийский чемпион, мынау тағы бір нәрсе. Күшті жігіттер, қазақтың мен деген жігіттер деп. Сөйтіп ағамыз айтады дейді, есекте күшті ғой деп. Бұлар намаз оқи ма деп. Аналар жарылайын деп отыр дейді. Аналар ондай сөз өмір естімеген ғой. Есекте күшті деген нәрсе. Соны азан айтылған, ана ағамыз айтқан. Жүріңдер намазға деп. Аналар не істеген? Енді намаз оқып қоймай, әрбір неше түрлі сылтау айтып жүргендер. Айтты, айналайын. Өз шариғатта екі адам бар. Намаз уақыты келгенде намаз оқымайтындар. Біреу бәлиғат жасына толмағандар, екіншісі етеккіре келген әйел. Шариғатта бұйырылған сондай, білмеймін қайсысы сендерсіңдер, қалсаңдар қала беріңдер. Осы екеуін біреуін үкімін алып. Қайсысы ұнайды сендерге? Сөйген әлгілер де жарылып кетейін деп жүр, дәрет алайын деп жүр дейді. Жарылып кетейін деп жүр дейді. Жарылып кетейін деп жүр дейді. Көрдіңіз бе, адамда сылтау көп. Ең үлкен сылтау әсіресе жастарда, мен әлі жаспын. Мен әлі жаспын. Есейгенде бір не қылайын? Көрейін бұны. Алла саған мүмкіндік бермеуі мүмкін. Ертең де ғұмыр кешетінге гарантияң бар ма? Ертең тағы да басқа бір күн өмір сүретіндігіне нең бар ма? Кепілдігің бар ма? Кепілдігің жоқ болса не қылмайсың? Амал етуге не келеді? Тура келеді. Себебі нең жоқ? Ертеңгі өмір сүретіндігіне кепілдік жоқ. Атақты біздің халифамыз өткен Омар ибн Абдул-Азиз деген. Үйіне келгенде не таусылып қалған? Шам таусылып қалған, шам. Соны біреу айтқан бір мәселе талқылайық деп, халыққа қажет нәрсе. Соны халифа айтып, ана барды, қазынашыдан тағы барып бір не алып келші деген. Шам. Қазынашыға барып айтқанда, қазынашы айтқан, бүгінге жететіндігісін алып болды деген.
бермеймін деген. Қайтып келген, айналып сөйтіп айтып жатыр деген, халифа анау. Не деген? Ертеңгісін алып кеш деген. Ертеңгі күнге беретін бір ғой. Сонысын алып кеш деген. Барған ертеңгі күнге беретін сұрап жатыр деген ғой. Сөйтсе ана қазынасы айтады дейді, ертең өмір сүреді деген хат алып кеш деп айтады. Астына қол қойдырып алып келді, ертеңде өмір сүреді деген. Мен де соны енді бере салайын. Шамды бере салайын. Түсінді? Ешкімнің ондай сылтау айтуға не жоқ? Хақысы жоқ.